Қараңдаршы, мен сендерге бір ерекше ойын алып келдім. Бұл ойынның аты Қанталапай деп аталады. Балалар, мен сендерге бүгін Қанталапай ойынын алып келдім балалар. Ал балалар, бұл Қанталапай ойыны қазақтың ұлттық ойындарының бірі екен. Осы Қанталапай ойынын мен сендерге шарттарымен түсіндіремін. Ал балалар, бұл Қанталапай ойынның ерекшелігі ішінде ерекше қан деген асығы болады. Осы асықты кім бірінші тапқан балалар, сол ойынды бірінші бастайық. Ал балалар. Жоқ, әкел. Жанали кел сен ата. Ал балалар қане. Ой, әкел, орнымызға. Жоқ, әкел Диар. Келе ғой, орнына бармай кел. Ал балалар құлатайық, көздеп атамыз, асықтар көздеп атамыз. Жоқ, әкел, Ислам. Құлап қалды ғой. Құлап қалдың, ала бұл бір асығыңды. Ой, жарайсың, қане. Қошемет, балалар қане. Ой, жарайсың, Диар. Ал Исламға еңкейіп тұрштап атамыз, көздеп атамыз. Ала бір асығыңды аласың. Әкел. Кел Жаңғыр. Ал атайық. Жарайды. Жарайсың. Бір асығыңды аласың. Әкел. Кел Жаңғыр. Балалар, қане, кім жеңімпаз болған анықтайық. Исламда қанша асық? Біреу. Диарда? Байкенде? Жаналиде? Біреу. Жоқ. Жаңғырде нешеу? Үшеу. Қане, көрсетейік қолындағы. Бізде балалар жеңімпаз кім? Ал, қане, бәріміз онда қол шапалақтайық қане. Ой, жарай.